Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз 35-ші сабақпен танысамыз. Бір сендер тұратын жерге тән метеорологиялық қауіпті құбылыстар. Қатты жел, боран, қатты аяз, аптап ыстық, нөсер жаңбыр, бұршақ, көктайғақ, қалың тұман, найзағай. Табиғаттың қауіпті құбылыстарына мыналар жатады: жер сілкінісі, су тасқыны, сел, қар көшкіні, дауыл, боран, құрғақшылық, орман өрті, жанартау атқылауы, цунами. Үш қатты жел соққанда, бұршақ жауғанда, көктайғақта және қалың тұман кезінде өзімізді қалай алып жүру керек? Қатты желде ағаштардың, электр сымдарының қасына бармау, үйде қалуға тырысу, терезені, есікті мықтап жабу. Бұршақ жауғанда ашық жерде жүрмеу, үйге немесе жабық жерге тығылу, басты қолмен немесе сөмкемен қорғау. Көктайғақта жай асықпай жүру, таймайтын аяқ киім кию, қолды қалтаға салмай тепе-теңдікті сақтау. Қалың тұманда жолға жалғыз шықпау, жол белгілеріне мұқият қарау, көліктерге жақын жүрмеу. 4. Бұл құбылыстар қандай қауіп төндіреді? Адам жарақат алуы мүмкін. Жол көлік апаты болуы мүмкін. Үйлер мен ғимараттар зақымданады. Ағаштар, электр желілері құлайды. Көріну қашықтығы азайып, адасып кету қаупі туады. Малға, егінге зиян келеді. Лай топырақ көшкіндері. Не бұл? Тау беткейіндегі лай топырақ тас массасының төмен қарай сырғып кетуі. Неден пайда болады? Қатты жаңбырдан, қардың тез еруінен, жер сілкінуден, орманның кесілуінен. Қай жерлерде болады? Таулы, қыратты аймақтарда, тікбеткейлерде. Несімен қауіпті? Үйлерді, жолдарды басып қалады, адамдарды жарақаттайды, малға зиян келтіреді. Нені білу керек? Тікбеткейлерде ұзақ тұрмау, жаңбырдан кейін сақ болу, қауіпті аймаққа үй салмау. Жер сілкіну. Не бұл? Жер қыртысының кенеттен қозғалысы. Неден пайда болады? Жер қабаттарының қозғалуынан, тектоникалық плиталардың соқтығысуынан. Қай жерлерде болады? Таулы, сейсмикалық белсенді аймақтарда. Несімен қауіпті? Үйлер қирайды, адамдар жарақат алады, өрт, көшкін, сел туындауы мүмкін. Нені білу керек? Қауіпсіз орындарды білу, үстел астына тығылу, терезеден алыс тұру. Тастардың құлауы. Не бұл? Тау жыныстарының жоғарыдан төмен құлауы. Неден пайда болады? Үгілу, жаңбыр, аяз, жер сілкіну әсерінен. Қай жерлерде болады? Тауларда, жартасты жерлерде. Несімен қауіпті? Адамды басып қалуы, жолды жабуы мүмкін. Нені білу керек? Жартастардың түбінде тұрмау, ескерту белгілерін сақтау. Сел. Не бұл? Су, лай, тас араласқан күшті ағын. Неден пайда болады? Қатты жаңбырдан, мұздықтардың еруінен, көлдердің жарылуынан. Қай жерлерде болады? Таулы өзен аңғарларында. Несімен қауіпті? Үйлерді қиратады, жолдарды жояды, адам өміріне өте қауіпті. Нені білу керек? Сел жүретін аймақтарды білу, дабыл болса тез жоғары жерге шығу. Қар көшкіні. Не бұл? Таудан төмен қарай қардың жаппай сырғып түсуі. Неден пайда болады? Қардың қалың жиналуынан, ауа райының жылынуынан, дыбыстан, дірілден. Қай жерлерде болады? Таулы, қар қалың түсетін аймақтарда. Несімен қауіпті? Адамды көміп кетеді, үйлер мен жолдарды бұзады. Нені білу керек? Қар көшкіні жүретін жерлерге бармау, ескерту белгілерін сақтау. Қорытынды. Бұл табиғи құбылыстардың барлығы өте қауіпті. Сондықтан олардың қалай пайда болатынын, қай жерде болатынын, және өзімізді қалай қорғау керектігін білу, адам өмірін сақтаудың ең маңызды жолы. Бір, табиғаттағы қауіпті құбылыстар туралы білу не үшін қажет? Бұл өз өмірімізді және айналамыздағы адамдарды қорғау үшін керек. Егер қауіпті құбылыстарды білсек, алдын ала сақтана аламыз.
Дұрыс әрекет етуді үйренеміз. Жарақат пен апаттың алдын аламыз. Табиғатта қауіпсіздік ережесін сақтау дегеніміз. Қауіпті жерлерге бармау. Ауа райын ескеру. Ескерту белгілерін сақтау. Үлкендердің, құтқарушылардың нұсқауын орындау. Өзімізге және өзгеге зиян келтірмеу. Ауа райының бұзыла бастағанын қалай білуге болады? Аспан қара бұлттанып кетсе. Жел күшейсе. Күн күркіреп найзағай ойнаса. Ауа салқындап немесе тым тұнжырап кетсе. Құстар төмен ұшса. Ауа қысымы күрт өзгерсе. Осының бәрі ауа райының нашарлайтынын көрсетеді. Жер сілкінісі мен күшті жел кезінде қауіпсіз орындар. Жер сілкінісі кезінде үйде. Мықты үстелдің астында. Ішкі қабырға жанында. Бұрышта, терезеден алыс. Жиһаздардан, әйнектен алыс жерде. Жер сілкінісі кезінде далада. Ашық алаңда. Үйлерден, ағаштардан, бағандардан алыс жерде. Күшті жел соққанда үйде. Терезеден алыс бөлмеде. Ішкі бөлмелерде. Есіктер мен терезелерді жауып, үйде қалу. Күшті жел соққанда далада. Ғимараттарға, ағаштарға, электр сымдарына жақындамау. Ашық, қауіпсіз жерге бару. Жеңіл құрылыстардан алыс болу. Қорытынды. Қауіпті табиғи құбылыстарды білу және қауіпсіздік ережелерін сақтау өзімізді қорғаудың ең басты жолы. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.